Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен кәсіп бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша тауарынан канал. Достар, егер де арнаға тіркелмесеңіздер, тіркеліп осы видеоға лайк басып, сонымен қатар видео деген вкладкідегі керемет схемаларға лайк басып кетсеңіздер болады. Ал мен осы видеомды бастайын. Достар, сіздерге бүгін GuruUp деген приложение көрсететін боламын. Бұл жерде яғни адвертапқа, сонымен қатар ревардқа ұқсас приложение, яғни сол разработчиктер десек те болады. Бірақ тек бұл iOS желісінде ғана. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, новый деген батырманы басу арқылы біз осындай заказдар аламыз. Яғни заказ дейтін App Store'дағы приложениелерді скачтетіп, бізге осындай награда береді. 13 рубль, 10, сонымен қатар осындай приложениелер өте көп. Смело 100-200 рубль табуымызға болады деген сөз. Мысалы қарайтын болсаңыздар, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 задание орындаймыз, уже 100 рубль деген сөз. Қалғандар уже түсіп кете береді, бірақ сіз жақсы орындасаңыз, яғни көп бола береді. Бірақ бұл жерде Apple ID, яғни өзгерту керек регионды. Мына жерде Америка, мына жерде Британия, сонымен қатар Израил деген секілді мемлекеттер бар екен. Россиянка, Украина, біздікі де бар екен мына жерде. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, міне Apple ID аш дейді, запустить на 3-й день, одан кейін 31 күн, яғни бір ай ішінде істеуімізге болады дейді. Одан кейін мына жерде өзінің нелері бар екен, оқымай-ақ қояйын. Оқудың өзі яғни бір тіл екен. Енді достар, осындай задание орындауымызға болады. Мынандай заданиені көрейік. Бұл жерде не деген? Этот заказ сервисімен Apple ID для App Store дейді. Міне менің уже немді жазып қойды, мына жерде требуемості Данияға ауыстыр дейді. Одан кейін барып қана орындай аламыз. Мына жерде ең басты сіздерге оценка қоямыз. Одан кейін барып, яғни приложениені 2 күнде, 3 күнде, одан кейін 31 күн ішінде, яғни ашып тұруымыз қажет. Болды. Соның ішінде сіз 13 рубль таба аласыз. Одан кейін достар, мына жерде сіздерге қазір мен осындай RF код берем. Бұл жерде сіздерге сразу бонус аласыздар, 5 рубль осы RF кодты жазу арқылы. Сонымен қатар, яғни достарыңыз шақырып та процентпен ақша таба аласыздар. Бұл жерде ең жақсысы сіздер білетін, біз білетін Kiwiге шығара аламыз. Вывод денег деген батырманы басу арқылы. Міне, Kiwi деген батырманы басайық. Мына жерге мысалға мен 5 рубль деп жазатын болсам, минимальный сумма, яғни 10 рубльден басталатын көрсетіліп тұрады. Яғни бір задание орындаймыз, сөйтіп шығара берсек болады 10 рубль. Новости деген жерден қарайтын болсаңыздар, міне Telegram боттары да бар екен. Айтып отқандай адвертаптікі. Сонымен қатар Telegramнан да кіре берсеңіздер болады. Міне Money бот деген екен. Міне Kiwi қайтадан қосқан екен. Қарайтын болсаңыздар, міне 18 декабря 2 московский временемен, яғни Kiwi кошелек істеп жатыр дейді. Kiwi кошелек, яғни біз білетін идентификация қажет болады. Идентификация жасай алатын балдардан жасай аласыздар. Міне вывод на мобильные все стороны деп қойған. Сонымен қатар мына жерде де работа вывода восстановлена. Бұл, яғни көптен бері Kiwiге кейбір адамдарға, сонымен қатар кейбір жерлерге жасамай жатқан еді. Сонымен қатар енді қазір жасап жатыр. Бірақ бұл тек iOS желісінде ғана.